Қайырлы күн әріптестер. Педагогтарды аттестаттаудың портфолио кезеңін 2024 жылы портфолиоға жүктеудің алгоритмін ұсынамыз. Бірінші кезекте сіздер өздеріңіздің барлық құжаттарыңызды осындағы 72-ші бұйрық бар ғой, ағымдағы жылдың 2 сәуіріндегі 72-ші бұйрыққа сәйкес мынандай папкаға жинап аласыздар. Мына папкадегі өтініш, удостоверение, білім туралы диплом, қайта даярлау өткен курс деген сияқты осы жердегі барлық құжаттарды қарап шықсаңыздар болады. Еңбек кітапшасы, тесттен өткен туралы сертификат, біліктілік санаты және сонымен қатар өздеріңіздің кәсіби жетістіктеріңіз туралы тәжірибеде жинақтау бір файлға жинақтайсыздар, яғни PDF-тің барлығын объединить етесіздер. Мысалы, сіздерде бірнеше мадақтама болатын болса, бірнеше диплом болатын болса, барлығын бір-бірінің астынан жинақтайсыздар. Сонымен қатар 9-1 дегеніміз баспа материалдары, мысалы шеберге, сарапшыға немесе зерттеушіге өтіп жатқан мұғалімдердің әдістемелік әзірлемелері болуы мүмкін, соларды бөлек PDF қылып сақтайсыздар. 10-шы бізде білім алушылардың жетістіктерін растайтын құжаттар, бұларды да оқушылардың бірнеше дипломдары болатын болса, мұғалімдер жетекшілік еткен, олардың да барлық құжаттарын бір PDF-ке жүктейтін боласыздар, объединение жасайсыздар. Және эссені жазып аласыздар, қол қоясыздар, оны да PDF-ке айналдырасыздар. Сонымен бізде жалпы 12 құжаттай болады. Міне осылай 12 құжатты бірінші жақсылап жинақтап бір папке жинақтап аласыздар. Одан кейін барып, міне оны біз eGov порталына қалай жүктейтінін көрсететін боламыз. eGov порталынан бұрын біз бірінші ссылка дайындауды көрсетейін, содан кейін eGov порталына жұмыс істеуді көрсететін боламыз. Ссылканы ашу үшін бізде жалпы Google-ға немесе Яндекске, облакасына немесе формасына дискке сақтап қоямыз. Ол үшін міне мен Google-ды ең оңай жолын көрсетейінші. Міне Google-ге ашқаннан кейін мына жерде көріп тұрсаңыздар 9 нүкте тұр ғой. Сол 9 нүктені басып диск дегенге кіреміз. Осы дисктен ашқан кезде міне менде көптеген файлдар жүктелген. Сіздерде осылай болуы мүмкін. Сіздер осы создать деп басасыздар. Осы жерде папканы создавать етесіздер. Міне создать папку. Папканың атын 2024, мысалы 2024 фамилияларын жазып қойыңыздар. Мысалы мен Асанович дей салайын. Өздеріңізге түсінікті, аттестаттау. Создать етемін. Және ол құрылды міне. Асанович аттестаттау деген жерге жаңа мен барлық құжаттарымды осында алып келемін. Бұлай барлығын көшіріп алып осында қойсаңыздар да болады. Міне жүктеліп жатыр. Қарасаңыздар міне. 12 құжаттың бар жүктелгеннен кейін мен папканың сыртына шығамын енді. Недавно бассам. Бізде недавно барайын. Бізде мынау көрініп тұр, мынау папкадегі барлық біздің құжаттарымыз. Міне осы жерде біз папкамызды тауып аламыз. Міне папканы көру үшін мой дискке барамыз қайтадан. Мой дискте менің папкам тұр. Бұны ішін ашатын болсам, жаңа 12-нің барлығы сақталып тұр. Енді қайтадан мой дискке басамыз. Енді осының ссылкасын алу керек болып тұр. Оны ашу үшін осы мой дисктің оң жағын басамыз да поделиться дегенді бірінші доступты міндетті түрде ашып алыңыздар, әйтпесем жарамсыз болады сіздердің ссылкаларыңыз. Осы жерде ссылканы открытый доступ беріп қою керек. Міне доступ ограничен деп тұрады. Осы жерге у кого есть ссылканы басамыз и копировать ссылку басамыз. Бұл біздің ссылкамыз осы папка бойынша дайын және ол ашық. Міне готово. Осы біздің көшіріп алған ссылкамызды енді біз мына папканың ішіне бір блокнот па бірдемені құра салайық. Міне создать. Міне текстовый документ дей салайын. И осы жерге ссылканы қойдым. Немесе осының ішіне қойсаңыз да болады. Ішіне қоямыз осылай. Міне ссылканы қойдым және оны сақтадық. Мына жерге ссылка дей салайық. Сыртына емес ішіне салса ссылканы бізге түсінікті болатын кейін.
осы дайын болды біздің ссылкамыз. Ал енді EGOV-қа жүктейтін алгоритм былай жасаймыз. EGOV порталды ашамыз, кәдімгі EGOV қолданып жүрген. EGOV KZ міндетті түрде сіздерде Ensler болу керек компьютерде. Міне осындай ашады. Электронды правительство біріншісі аштық. Және ол жерде біз өзіміздің ключпен өзіміздің бетке өтіп алуымыз керек. ECP-ны таңдаймыз. ECP-ны таңдаған кезде Outs таңдаймыз. Менің мысалы ключім рабочий столда тұр. Outs'ы таңдаймыз. Және оның сәйкесінше паролін тереміз. Мен таңдадым. Менің беті ашылды. Осы жерде ашылғаннан кейін, мына қараңыздар, осы жерде фамилияларыңыз тұр ғой. Образованияны басамыз. Образование басқан кезде средний образование басамыз. Сіздер садик болсын, колледж болсын, мектеп болсын, барлығымыз тек қана средний образование басамыз. Колледжді басып жүрмеңіздер. Дошкола басып жүрмеңіздер. Дошкола болсын, колледж болсын, мектеп болсын, барлығымыз средний образование басамыз. Осы жерде қарасаңыздар, прием документ для прохождения аттестации педагогов тұр. Осыны басқан кезде міне заказать онлайн услуги басамыз. Арғай кәдімгі өзіміз қолданып жүрген сияқты мына жерге вид заполнения сіздер подтверждение немесе присвоениені басасыздар. Кез келген өздеріңіздің қажетті зерттеушіні өтіп жатсыз ба, немесе зерттеушіні қайтадан растап жатсыз ба. Мысалы подтверждение деп баса салайық, кез келген. Арғай өздеріңіз данныйларыңыз тұрады. Мына жерде қай категорияны өтіп жатсыз, немесе өтейін деп жатсыз. Мен мысалы соң жағында исследователь деген басайын. Действительно дегеніміз, сіздер өздеріңіздің құжаттарыңызда тұр. 31-ші, менікі мысалы 31-ші августке шейін жарамды. Осыны басып көрсетеміз. Және бұл ештеңе тиіспейміз, өйткені сіздерде мен мысалы жұмыс істеген мектептердің аты шығып тұр. Сіздердің де бірнеше мектеп шығуы мүмкін, немесе бір уақыт мектеп шығуы мүмкін, сіздердің жұмыс жасаған мектептеріңіз. Оған тиіспейсіздер. Общий стажға. Ал егер жоқ болатын болса, мына добавлениемен осы жерге қоса аласыздар. Мектептеріңіздің аудандары бойынша осы жерден шыға келеді. Ал енді қараңыз, общий стаж деген жерге стаждарыңыз қосасыздар. Менде мысалы 20 жыл, педагогикалық стаж 20 жыл, по специальностям 20 жыл. Осы жерде де міне образование бойынша сіздерде егер шықпай тұратын болса, добавить басыңыздар. Сонымен ары қарай конкурс комиссия областная басыңыздар барлығыңыз. Өйткені бізде тек қана облыстық кезеңін қарайды ғой. Республикаға біз қатысты емес біздің тапсыратын құжаттарымыз. Облысты өзімізге сәйкес Шымкентті таңдаймыз. Мына жерге міндетті 2024 деп жазасыздар. Должность. Осы жерде қараңыздар, тек қана учитель преподаватель жасамыз мектептер үшін. Учитель преподаватель. Ол сіз қай пән мұғалім болсын. Ал егер бастауыш сынып мұғалім болатын болса, учитель начального класса болу керек. Ал мұғалім болатын болса, жоғары сыныптың мұғалімі міндетті түрде учитель преподаватель. Психологтар таңдай береді. Және дошколалар өздерінің дошкола воспитатель сол сияқты мамандықтарын таңдай береді. Бірақ пән мұғалімдердің барлығы тек қана учитель преподаватель таңдауы керек. Ары қарай мына ең негізгі кезеңі мына жерде. Основная является следующей работа деген жерге өздеріңіз туралы мәліметтер жазасыздар ғой. Мысалы мен бірінші не үшін сіз подтверждение жасайын деп жатсыз? 5 жыл көлемінде мысалы марапатыңыз, мынандай марапатым бар. Екінші мынандай дипломым бар. Үшінші мынандай жетістіктерім бар. Жалпы жетістіктерім бар жазасыздар осы жерге. Енді соңында міндетті түрде бандегі ссылка бар ғой біздегі. Жаңа ссылканы алып аламыз, мына папкадегі ссылканы. Ол доступ ашылған, ол жердегі ссылкада. Міне ссылканы былай көшіреміз. Папканың ішінде бандегі ссылканы көшірдік қой. Осы жерде мына ссылканы көшіріп аламыз. Wordқа да қойсаңыздар болады, мен блокнотқа қоя салғам осы ссылканы. Тура осы ссылканы аласыздар да, жетістіктердің бірінші жетістіктер жазсыздар ғой сіздер. Соның бойынша мына ссылка міндетті түрде тұру керек. Міне наличие профессионального достижения галочка қойылады. И мына жерге сәйкесінше бандегі өздерінің құжаттарыңыз бар ғой міне.
повышение квалификация өздеріңіздің біліктілік арттыру курстары. Міне осы жерде сұратылған құжаттарды мына загрузить новый файл бізге біліктілік арттыру сертификатын сұрап тұр. Осы жерге сертификат емес, не біліктілік арттыру курстарының сертификатын сұрап тұр. Ол бізде менің құжаттарым неде? Менің құжаттарым менің құжаттарым ішінде міне біліктілік арттыру курс сертификатын таңдап қоямын. Так, келесі трудовой книжканы мына жерден осы жерден таңдап қоямын. Еңбек кітапшасын таңдап қоямын. Және удостоверение ранее присвоение квалификацияны бұл жерде сіздердің алдындағы мысалы сарапшысы ба, зерттеушісі ба, немесе модераторсыз ба, жалпы барлығы кез келген өздеріңіздің алдындағы санат туралы куәліктеріңіздің көшірмесін салып қойса, жоқтар ештеңе салмайды, осылай қала береді. Жоқтар осы жерде пустой қалдырып кете бересіздер. Кез келген бір файлды салып қойсаңыздар, пустой қабылдамауы мүмкін. Сондықтан да кез келген эссеңізмен салып қоя салсаңыз болады. Мына жерге достижениялардың барлығын жаңағы сіздер көрсеткен мынау бізде 9, 10, 11 деген біздің барлық кәсіби жетістіктеріміз оқушылармен қосыңыз. Осы үшеуінде жүктеп қоя салсаңыздар болады. Мысалы мен тағы да мысалы 9-да 1-ді жүктеймін. Жалпы бір құжатқа жүктеп қойсаңыз жеткілікті екен. Және осы екеуіне де галочка қоясыздар, міне. Осы жерде бізде базада сбой болып тұр. Мына жерде далее болады. Даледен кейін сіздер өздеріңіздің ECP-ларыңыздың RSAS-мен құлтайсыздар. Бұл сіздердің файлдарыңыз автоматты түрде отправлен болады. Және бір күн, бір тәуліктің ішінде сізге құжаттарыңыз қабылданғаны немесе қабылданбағаны туралы мәлімет келіп түседі. Назарларыңызға рахмет. Сәттілік.